Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Makaga bu itni o'zingiz o'zingizda bir tanishtirib aytib bersangiz. Mening esimim Bauram bo'ladi. O'zi Zeptosaulning tumasimiz. O'zi bala kezimizda ham deydi. Ko'pchilik o'zining ma'nolarni bilib baxtan. Bayda asaratlar qo'ylar mendirganda de ko'pchilik Qozoqcha ko'pchilik Qozoq ko'pchilikda olib yurgan nag'am so'mlarni. Bu itke kelетін ұзақ, бұл Бекболат ағамыздан шыққан Қарабастың немересі бұл. Қарабас деген Бекболат ағамыздың Қарабас бір деген чемпион иті болған. Сол кісінің Қаракүш деген баласы болған, Қытайға сатылған. Соның прямой бұл баласы. Оның асты Күш, Алматы Күштің прямой қызынан түсіп отыр. Қаракүшке алып, осы төбетті туады. Бұл төбет негізі өзімізі жалпы былай дегенде Қарабастың тұқымынан берді. Қазір бұның жасы осы январдың 19-ға екке келді. Құдай қаласа ойындарында жақсы. Баласы қандай болсам дейсіз? Аллах нәсіп етсе бұйырып отса чемпионатқа қатысамыз ғой. Алматыға ма, Алашордаға ма, или болмаса ресейде бұйырып отқан көреміз. Өзіңіз бір питомник қылатсыз ба қалай енді? Я, ол енді кішігірім өзіміз енді итке қызықшылық болғаннан кейін кішігірім өзіміз осы Қарабастың линиясын ұстап кішігірім питомник енді Аллах нәсіп етсе болады. Үлкен питомник болмасақ та енді кішігірім арқылы өзімізге ит жағынан кегін жағынан Өтте өзіңіз осы Зертаста сабайшы бой ұйымдастырдыңыз. Бой демес, тестілік сынақ десек. Тестілеу сынақ, иә. Оның мақсатын бір өзіңіз айтып берсеңіз. Біз енді ол тестілеу сынақты өткізген себебіміз осы Зертаста жан-жақты қалада да мысалы жан-жақты ленгерден жас молодойлықтар көп. 1,5 жастан бастап 2,5 жасқа дейін молодой төбеттерді өзара тестілеуін өткіздік. Ол бойдың мақсаты бізге бір иттерімізді тексеріп, өзіміздің бір молодойларымыз көрейік, жан-жаққа шыққан кезде де төлебейдің артынан шықсақ та питомниктен шықса да, Зертастан шықса да, төлебейдің артынан шықса да деген ниетте жас төбеттерді біз тестілеу несіне шақырып, барлығын жас төбеттер тестілеу сынағын өткіздік. Негізі осы тестілік сынақтың несі маңызды? Енді тестілік сынақ деген нәрсе көп адам негізі әртүрлі түседі. Ол негізі төбеттерді бір-бірінен тестілеу өткізген иттің өзінің бір дұрыс болады. Ертең Қасқырда мысалы біз таулы аймақта жүргеннен кейін біздің қазақ болғаннан кейін біз бәріміз мал асыраймыз, жан асыраймыз деген сияқты мал асырап неғаннан кейін біздің мынау жыртқыштардан, немерден сақтайды деген нәрсе бойда асыраймыз. Ол бір. Екіншіден тестілеу сынақты өткізген кездің өзінде де әр иттің бәрі жыртқыштарға бара бермейді. Жүрегі мықты болса барады. Жүрегі мықты болмаса ол бара алмайды. Қазіргі таңда үйіңізде қанша төбет бар? Данный время қазір есік алдында 3 төбет тұр, жан-жақта тағы бір төбеттерім бар. Құдай қаласа питомнигімізді әлі бітірмедік, соғып, сол питомнигімізді соғып бітіргеннен құдай қаласа төбеттердің бәрін ақылы соғып. Данный время қазір үйде 3 төбет.